Сәлем достар, эфирде айқайлайық жобасы. Әрине, бұл апта сіздермен бір қызықты жаңалықты бөліскіміз келіп отыр. Оны қазір Данекер айтады. Бүгін бізде ең бірінші жаңалық, бізде ең бірінші жаңалық, ол әрине біздегі бүгінгі шығарылымның қонағы. Сонымен таныстырып өтейін. Менің жерлесім. Бас әріпі жыдан басталатын керемет қала бар. Жезқазған емес бірақ. Жетісай қаласының тумасы, керемет жан, Жайдарман ойындардың чемпионы, КТА ойындарының чемпионы, суперкубоктың егері, Жайдарманшы, шоумен, үздік ойыншы, актер, асаба. Енді жеті қырлы бір сырлы жігіт, өзіміздің ініміз. Жеті қырлы бір сырлы. Сен Жетісай болған кейін жеті қырлы бір сырлы, сегіз қырлы бір сырлы. Бізде жетеу. Джим Керридің несін ойнаған. Сегіз қырлы бір сырлы өзіміздің ініміз Нұрсұлтан Үсенов. Бүгін бізде қонақта жігіттер. Қош келдің Нұрсұлтан. Көрка. Көңіл күй қалай? Күшті, тамаша, зор, кайф. Соңғы кездер біраз съемкалардан Инстаграмнан көз шалып қалып жүр. Біраз мынау ел аралап жүрсің, естіп жатырмыз, бизнес ашыпсың, Шымкент плазаны ашқан сен ба? Жоқ, мен енді естиміз ғой. Бәрі біліп алсыз. Былай қылайық, Нұрсұлтан, біздің ойынымыз ең біріншіден интеллектуалды. Білем бәке. Көріп жүрген шығарсың. Деталына дейін білем. Дегенмен де ережелермен таныс бол. Енді бүгін тамашалап отырған, YouTube арнасында тамашалап отырған көрермендеріміз бар. Олар да ережелермен таныс болсын. Абай, таныстырып жібер. Нұрсұлтан, саған қазір 7 сұрақ беріледі. 7 сұрақты сен алып бізге оқып, соны мимикамен түсіндіруің керек. Себебі бәріміздің құлағымызда наушник болады. Ол жерде қатты музыка қойылып тұрады. Менде де болады. Барлығы сенде де болады. Сен айқайлайсың ба? Әйтеуір бізге сол сұрақты түсіндіріп, жауабын білсең, жауабын айтып түсіндіруің керек. Жауабын білмесең, сұрағын айту керек. Жалпы біз бесеуміз бір командамыз. Соңында музыка біткен кезде барлығымыз осы жерге сол сұрақтың жауабын жазамыз. Жымымыз бір болу керек. Егер де сол сұрақтың жауабын бесеуміз бірдей жазатын болсақ, біз ол сұраққа дұрыс жауап береміз. Егер де 4 адам дұрыс жауап беріп, бір адам дұрыс жауап бермейтін болса, біз ол сұрақ күйді деген сөз жауап бере алмаймыз. Егер де біз бір сұраққа дұрыс жауап беретін болсақ, әр сұрақ 7 сұрақ. Әр сұрақ дұрыс жауап берген сұрақ 100 000 теңгеден. 100 000 теңге. Одан кейін супер ойын тағы бар. Егер де дұрыс жауап беретін болса, бір сұраққа дұрыс жауап беретін болса, сенде 1 минут қосымша бонус болады. Оны кейін супер ойында қазір түсіндіретін боламыз. Супер ойынға 500 000. 500 000. Ал, онда... 200 ғой, вообще. Сосын тағы бір Бүкіл нәрсе. Жетісайдың абыройы сізге қарап. Ұтқаннан кейін өзіңіз қимылмен бір қуаныш айтасыз, белгі бересіз, бір әрекетпен, жест білдіресіз, мимикамен. Жестикуляция. Не істесек болады? Мысалы, мына сұрақты біз дұрыс таптық, бесеуіміздің жауабымыз сәйкес келді, сұрақ жауабы дұрыс. Әбеке екеуміз бір командада ойнағанбыз. КВН-де Басталды. Жерлестер, бір команда ойнады. Руларын қандай? Нұрсұлтан екеуміз, шынымен интеллектуальный ойында ойнағанбыз. Ойдода деген, Что, где, когда ғой, соның қазақшасы да. Бәрі. Бірдей қуанғанымыз бар, сол өте қатты ұнайды да маған. Былай Қалай? істайміз да кәдімгі. Білесіз бе? Убаз! Біз Валидің ойнағы. Бірақ соңғы бит қуанғанымызда ұтылып қалған едік қой, бірақ соңғы бит қуанғанымызда сондай болып қалмасын. Ал, дайын болсақ, сонымен бүгінгі шығарылымның ең бірінші сұрағына жауапты беріп тастайықшы. Нұрсұлтан, қазір құлақ қапты кейіп, наушникті кейіп. Дұрыс айтасыз. Ал. Болсай таңдамай сенде енді. Карате. Кимоно. Халат. Кім? Кимоно. Наруто. Кимоно. Карате. Кимоно. Сәкен. Мынау маған өлген ғой таза. Сәкен. Карате, киімі, кимоно. Халат. Черный пояс. Халат. Кимоно. Общий. Кимоно. Түсінді деп ойлаймын енді.
иә бастамашы жаман емес. Ой, біз Нұрсұлтан агрессивный, бірден. Жетісайлықтар бәріміз сондаймыз ғой негізі. Интриганы созбай қанат ше, кәдімгі ше. интриганы созбай ақ қоямын онда, жігіттер. Сурет Жоқ, неге? Бірақ енді Интрига созғанда мына Нұрсұлтан бірінші сұраққа өте дұрыс әдем. бірден жестикуляция Нұрбол сол бите берген жоқ та, бірінші бағдарлама Нұрбол битеді ғой. Деп екі-ақ мимикасы бар да. Бұныкі премьер-министр бұл, білесіз ба? Так, сұрақ футболда немен ойнайды? Ей! Ойна. Мынаны лақтырып жіберейін мұсылманды мен. Ашпа қазір. Сұрақ болса, мейлі жауап. Кимоно ғой сол. Киім кешек қыласың ғой. Сұрақ, каратеші дзюдошылардың татамиге киетін спорттық киімі. Иә, кимоно. Бәрекелді. Кан. Мано. Әдем. Мыналар лақтыра салайық. Бетіп, әдеме лақтырайын. У вас Енді қалған жартумаз Қалай, болған бірінші сұрақ, бірінші дұрыс жауап. дұрыс жауап. Енді бізде 6 сұрақ 100 мың теңге. Бізде бар қазір еншімізде әр 1 минут бонус бар. Енді тағы да 6 сұрақты табу керек енді осылайынан. Енді былай қылайық. Бұл енді бастамасы. Енді жеңіл сұрақ болған шығар деп ойлаймыз. Әлі де алда қиын сұрақтар бар. Босаңсымайық. Жоқ, мен Нұрсұлтанға сенемін. Нұрсұлтан екеуміз бір-бірімізді полуслов бір-біріміз түсінеміз. Мен кейбір оңай сұрақтарды зорға қабылдаймын. Кейбір оңай жоқ, кейбір қиын сұрақтар келеді. Не? Поезд дей береді. Карате. Байлап атсыңдар ғой сендер бұлай. Жоқ, дұрыс қой, мен полный эпикировка, бүткіл киім. Сәкен, ауызбен оқса, киман, поезд деген 4 ақ қойып, поезд. Кима. Үш буын айтып ғой. Вообще келмейді. Так, давайте, жігіттер, осы позитивта, осы көңіл күйде, осы оймен екінші сұраққа көшейік. Кеттік. Наушник. Қоян. Криса. Қоян кенгуру. Хатико. Кино болған сондай. Хатико. Қара, Данибек. Кино. Хатико. Ит. Хатико. Стоп. Кино болса да, ит болса да, бәрі басында жоқ. Неғып жібердіңдер, адам? Жазамыз, талқыламаймыз. Кейін талқылаймыз. Жігіттер, бірінші жазамыз, одан кейін талқылаймыз. Тез жаздыршы, сен қанат не алмай қойшы? Сол не қылам ғой мен именно. Ё-моё, жеке, мен ше білмеймін, дұрыс. Оңай сұрақ болды негіз, жігіттер. Мен бірақ кейінен барып түсіндім деп ойлаймын, кейінен барып. Мен бірінші қоян деп қалдым. Мен бірінші тиін деп ойладым. Жоқ, анау, ал, денең тісін шығарып. Қоян. Енді сондай итті ол. Ей, хаски емес па ол парол сондай екен. Үстің тісін шығып кеткен. Жоқ, біз не жақта тауып атсақ, сендер не талқылап атсар? Сен түсіндіріп атсың ба? Екеуміз базардаған әңгімеміз жіберіп отыр ғой. Ең бірінші Қанекең бірден түсініп атты, Қанекең анеға жіберіп Сразу, иә. Дәкең жаққа жіберіп Жетісайға кеттім мен сразу. Нұрсұлтан жақсы түсіндіреді. Иә, бұның аузы дәу екен да, әдем түсіндіреді. Анау деп атыр, Нұрбол, не айтып білмейсің. Бұл бүйтіп атыр, болды. Ол әріптер бөлмейді.
оны четко көрдім. мен бастаймын, мен өзім Хатико. Мен қоштаймын Хатико. Орыс туралы айттыңдар мені. Ойбай, мен не айттым сонда? Сен сонда не түсіндің? Не айттым мен сонда жаңа Мен бір? ит дегеннен басқа ештеңе түсінген жоқпын. Хатико ит қой енді. Мен осыдан кеттім, ол мен бір ит ататындар ма? Итке қарсы биткенге мен... Да, что, мен саған айттым ғой, кино дедім. Хатико деп сен онда немдегі? Дедім онда түсінген адам құсап. Сен басын биттің ғой, түсіндің дедім. Біріншінде, ең бірінші түсіргенде мен биттім да. Бұл не бұл? Мына бізде кино, бізде кино былай түсіндіреді. Битпеңіз ол. Біздікі былай кино. Біліп жүріңіз, мынау кино енді. Екі әріп болады ғой, х деп мынау не мынау? Айбіттеңдер. Ең сұрақты оқиын. Интригант. Вы интригант. Жаным. 9 жыл бойы қайтыс болған иесін метрода күткен жапондық иттің аты. Ол туралы фильм түсірілген. Ай, бәрекелді. Ең жауабын оқиық. Х деп шықты. Бол Хатико, дұрыс. Хатико. Дұрыс па? Мәса, Нұрсұлтан, красавчик. Байытын болып. Байытын болып. Екеуін тапты. Бұлағына кектер. Әдемі келе жатырмыз. 200 мың теңге және 2 минут бонусымыз да бар. Дұрыс па? 2 минут бар ма? 2 минут бар бізде. Наушник тағай. Жоқ, ойынның Үшінші уақытта сұраққа алмай қой, көшейік. 1 миллион 200 мың саған берейік. Что-то 100 миллион алып. Үшінші сұраққа көшсек бола ма, Қанеке? Давай. Үшінші сұраққа біз көшеміз. Қанекенің ұрсатымен кеттік. Қазақ емес. Өнер адам. Қазақ емес. Қазақ деймін, топас. Қазақ. Алаш. 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 Қ-А-З-А. Қазақ. Досрочный ответ бізде. Немене бәле, сонда... Негізі не ғой? Ол Достар, мына бағдарламамыз біздің дым интригасы болмай жатыр. Мына Нұрсұлтан деген балашы страшный екен бар ғой. Мен Жетісайдың бәрі сондай, абай. Ол таңғалатын нәрсе емес, неменеге таңғалып жатсыңдар, мен түсінбеймін. Сен өзің бірақ енді әрең түсініп жатсың ғой. Мен қартайып қалдым ғой, мен 41-демін ғой, оңай ма? Бірақ жаңа интригаңыз күшті кетті. Мен сразу ұстаймын. Мен біліп тұрмын, сөйтіп айтатын ше, әдейі мен де образға кіріп айта берсем кетіп бара тұр ғой жерде. Ит қой деп. Сонда х қайда, сонда ит қой деп. Так, бірінші жауабымызды көреміз ба, или сұрау оқимыз? Жауапты көресіз, ай? Жауапты көріп біліп тұрған сияқты. Жоқ, мен түсінбей қалдым сонда жаңа. Сонда не болды? Бірақ сұрағым мынандай. Қазақ болды. Геннадий Головкиннің айтуынша әкесі орыс, анасы кәріс, өзі қазақ. өзі ше дейді. Өзі қазақ. Өзі қазақ. Негізі әкесі орыс болса, орыс болу керек қой. Мәссаған жігіттер, біз 3 сұрақты опсадық па? Бірақ ұлты 3 сұрақты опсадық па? Айтуы бойынша деп тұр. айтуы бойынша. 300 мың теңге. 300 мың қалтада бізде билет қаға барады. Бізде қазір 3 минутымыз бар да, супер ойынға өте салмаймыз ба бірден? Бірақ мынау ақша ғой мынан бәрі. Ақша. 4 сұрақ бар. Нұрсұлтан, молодец, сен негізі бұрыннан сурдоперевод па сол жерде істеп қойдың. Мынандай ма, телевизордың жанында. Оқтайық, негізі осы шығарылым бір ерекше мықты Осы шығарым ше, бізге демеуші болған компанияны банкротқа отырғызып кететін бала болады ғой, мына сол компанияның егелері сені көріп жек көріп отырған сияқты. Мына бәле неменеге шақырыңдар деп па? Так, сонымен айқайламайық, жай түсіндіре берейік. 4-ші Сен сұрақ. айқайламаса түсінбей жатсың ғой, адамды айқайламайық түсіндірсе болады. Аузың ашылып бүйтіп жағың, не жеріңе дейін келеді деп алып ше. Бірақ біз не ғой, жобаның аты айқайлайық қой, мен айқайлап түсіндірейік. 4-ші сұрақ кеттік онда.
жануар. Аю, дәу аю, жануар. аю. Қабан. Шимпанзе. Пумба. Мультфильм. Қабан. Қара. Қабан. Шошқа. Пумба. Пумба. Мультфильм ба? Бомба, шошқа. Пумба. Шошқа, Пумба. Айтшы. Пумба. Король лев. Бомба. Блин. Надо халаттың үстіне шығады ғой, бомба. Үстіне шығады ғой. Шошқа, иә, бомба. Король лев. Мультфильм Король лев. Бомба. Стоп, талқылау тоқтатамыз. Жазамыз. Не қылып жібердіңдер, ей? Маған осы сәкенге түсіндіру жаман қиын ше. Деп отырып түріне қарайды ше. Сәкенге вообще қарап отқан жоқ. Әбекең түсінеді. Осы жерге келген, түсіндіріп мен сізге Нұреке біраз айтайын, осы жерге келген қонақты мен вообще көріп отқан жоқпын. Бұлай ғой. Ортадан қағып Сен алдым бұл. енді анау түрің немесе түсіндім демейді. Әбекең түсіндірем, екеуі екі жағы кетеді екен. Түсіндім демейді, түсінбедім демейді, түріңе қарап бүйтіп барады. Дейді, түсіндіресің. Жаман қиын ше, шынымен сәкен саған түсіндіру. Дұрыс қой, ол. Басында ана жануар ұқсату қиын болды маған мұны. Әрқайсының Мен биткеннен кейін түсіндің ғой, Ауыздан оқыдық қой. Не істейміз, жауап түгілімізді Давай, жауап оқиық енді. Пумба деп, сонша айқайлай бересіңдер бәрі. Біреуің айтсаңдар да болады. Суреттің түрін қарай енді сен. Бұның қарасы құсай ғой. Шайтан ғой. Өзің тұсағасың. Тимонның досы, қабанның аты кім? Не, осы Пумба ғой. Енді әйгілі персонаждар ғой. Пумба. Пумба! Кет. Молодец, Нұрсұлтан. Зор түсіндіріп жатыр ше. Бізде қазір қанша сұраққа жауап? 4 сұрақ, Төртеуіне де жауап. 4 сұраққа алып отыр. 7 сұрақтың 4-еуіне бір жауап. 4-еуіне алып отыр. Қазір мен бәрі бір екеуін құртам. Рекорд болайын деп жатсың ғой сен. Уайымдамаңдар қазір. Спонсор звондады ма сізге, дәке? Спонсор хабарласты ма сізге? Маған жаңа звондады ғой. Шлей кетіп баратсыңдар ғой, ей деп. Сен шын не түсінуің қиын е? Енді жамырап кеткенде бүйтіп кетемін да. Біз Қанат екеуміз негізі тез түсініп алады екенбіз, иә? Тез түсініп аламыз да, мен не жаққа түсіндіріп, Қанат не жаққа түсіндіріп. Шырылдап өліп кете жаздаймыз ғой. Кеттік па? Бой ұзын қылбын түсінейін барам деген жоқ. 5-ші сұрақ 4 минут бонус 400 мың теңге на кону. Қазір 500-іңді ойнаймыз, дұрыс па? Әлі 3 сұрақ бар. Мә осы бір рекорд жаңартайықшы, иә? Бәрі супер финалда 7 сұрақты да алып. Супер ойынды ұтып қалады. Кеттік айқайлап жобасы. 5-ші сұрақ. Нұрсұлтан, жазсай. Сұрақ. Садақ. Робин Гуд. Жұлдызнама. Нысана. Жұлдызнама. Төбеде аспанда жұлдызнама, су қиғыш. Су құяды? Жұлдызнама. Садақ. Спорт па? Егіздер дейсаңдар. Жаршы. Спорт па? Садақ ату спорт ма? Биатлон. Саусағымен. Биатлон. Жазсай. Стоп. Бізге көз тиді. Әдейі не қылып жатқан сияқты ғой. Жоқ, әдейі емес. Не болды сонда? Бесеуіміз де қателесетін сияқты. Мен бұны сұрағын да түсіндіре алмаймын, жауабын да білмеймін дәрше. Мен бете салайын. Ең дұрысы. Жасай, Сәкен. Мен бір спорттың түрі деп түсіндім.
не айтып отырсың, мен де спортым тұр. Садақты көрсеттің дұрыс па? Садақ. Dedik kaşı bәріміздің осы 5 жауапты бірінші яғни Нұрсұлтанның өзі де мен білмей тұрмын деп отыр. 5 жауапты қалай екенін көресің, кімдікі не? Давай. Мен биатлон. Садақ ату спорт. Биатлон дедім. Садақ, екі садақ, екі биатлон. Че там? Мынандай сұрақ болды. Гороскоп мен вообще жоқпын. Өзімнің қандай екенімді білмеймін жұлдызнамада. Өйткені сенбеймін ма ондайлар. Торпақтан кейінгі шаянға дейінгі зодиак белгісі дейді. Ал не? Арыстан. Арыстан. Арыстан ғой шаянға дейінгі арыстан. Жоқ, Шаяннан кейін Арыстан. Жоқ, шаянға дейін арыстан. Шаяннан кейін Арыстан. Шаянға дейінгі ана аудан шаянға кетіп қалдым. Созақ дейін деп жатырмын ғой сіздерге. Нұрсұлтан жауап Егіздері ойдым. Созақты көрсетейін деп жатырмын ғой. бұл жаңа стрелецтен ақ берілді ғой. Стрелец. Бар білгенім сол. Да, оқи жауабын оқыңызшы. Негізі қиын сұрақ екен. Егіздері Мойындаймын. Егіздер. 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 Сен егіздер. Жаза салдым егіздер деп. Егіздер деді, садақпен аттыңыз ба? Мына сен мысалы биттің ғой, аны екеуі де битіп, үшеуің битіп осындар ғой. Садақ атып осындар ғой. Келе атып мынау. Жоқ, мен жұлдызнаманы білмеймін да, білсем айтарам. Тем более мынау сұрақ саппады. Ауызбен оқыса сұрағыңды болу. Ауыз оқышы. Торпақтан кейінгі дегенде уақыт бітеді ғой да. Мен бірінші торпақты көрсетем. Шаң, торпақ деген кезде кейінгі дегенді көрсетем. Сонымен ше уақыт бітеді ғой. Ман дұрыс келген. Көз тиді негізі ше. Оқытып көрейік сені. 6-шы сұрақ па енді? Кезекте 6-шы сұрақ. Алыстан тұрып. 6-шы сұраққа қателеспейік. Бізде 6-шы сұрақ. Давление. Давление өлшейтін ба? Давление өлшейтін. Вакцина? Фонендоскоп. 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 Давление. Вакцина? Фонендоскоп. Давление өлшейтін не дейді? Фонендоскоп. Давление ма? Давление. Фонендоскоп. Давление өлшейтін. Давление өлшейтін. Тоқта. Мен әріптен кетем ау, менде шамасы. Мен де қазір әріптен кетем ау. Саған сенім ұрып отыр менде. Мен бүгін жобадан кетем дәріш. Андай әріптерді қателескенін білдіртпей кішкентай жазып қойшы. Түсініксіз қып па? Қисықтау қып. Сондай ба деген кезде? Докторлардың почкасынан ба? Ал. Оқып жүрші сұрақты. Бойынша былай көрсетті, дұрыс па? Құлаққа тағатын, мына жағы давление өлшейтін деді, дұрыс па? Давление өлшейтін, дұрыс па? Медициналық құрал. Солай ғой? Мен бірінші вакцина салып жатырмын деп ойлаймын. Оқысыншы сұрағын. Сұрақты оқиын ба, жауап па? Сұрақ. Сұрақты оқысын, жауаптан қате кетуіміз мүмкін. Қан қысымын өлшейтін құрал. Мен дұрыс сипаттадым ба? Фонендоскоп па? Фонендоскоп? Әріптен кетті мен. Фонендоскоп мен тура сонда бір ошибкамен ана вадидоскопты ұрсам. Вадидоскоп депті. Фонендоскоп деп түсіндім мен. Вадейдоскоп деп жазғам. Фонендоскоп демесе, вадейдоскоп. Вадейдоскоп. Не мағына Жоқ, білдіреді? негізі қанат өзі сөйтіп қате жазып жатыр. Бағанада жаңағы. Енді қызық болсын деп жаздым негізі бана. Қызық болсын деп емес, сен шынымен білмейсің ғой? Мен айтайын, мен бұл құралдың атын білмеймін деген негізі.
примерно ойласам да давление скоп давление скоп деп жазбақшы болдым да. Енді шли ондай емес шығар деп жобаладым. Валидоскоп. Ай, бәрекелді. Валидоскоп. Мен өзімнен қорқып атсам бұяқта. мына фанидоскоп. Мына жасыл жанбай қалуы мүмкін. Неге фанидоскоп? Қорқайын дедім. Менде де сол. Фанидоскоп. Дұрыс жауапты көрейік. Дұрыс жауапты көрейік енді редактор. Келіп тұр ғой барлығы доскоппен Дұрыстан дұрыс жауап. Асын дұрысын ашыңыз. Қан қысымын өлшейтін құрал. Жауабы вообще басқа ғой. тонометр. Сен ванендоскоп ақылды болып отыр едің алар. Тонометр мен және ойлап отырмын. Тонометр. Не ванендоскопты не? Фанидоскоп деген білесің ба не екенін? Өлшейтін не еді? Фанидоскоп деген құлаққа тығатын не? Біз шатастық негізі. Фанидоскоп деген өкпені өлшейтін пульмонологтар. Жоқ, бірақ сіздер давление өлшейтін білдіңіздер ғой. Я білдік қой, біз ананы не қылмадық қой, ол тонометр да, ана пыс 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 деп мына жерді қысатын. Біз фанидоскоп анау емес па құлаққа тығып өкпені тексеретін. Ол бөлек нәрсе ғой бәсе. Анау бүйтқан шкаласы бар не ғой андай. Тонометр я Соны ана жаңа. тонометр дұрыс. Білетіне қой біз. Оны түсіндік. Сен мынаны ұрып жібердің ғой сен. Сен содан қателестірдің бәрімізді. Мен Жоқ, сен бүйтуің керек еді ғой. жазайын деп отырмын. Ішті Мен көрсетуің керек солай еді былай. түсіндім, бұл қан неғылатын деп. Енді бірақ бәрібір мына жауаптарда уже мына дұрысқа жатпайды бәрібір. Ол себебі ол түсінген де жоқ, білмейді де ғой. Жоқ, тонометрді табуға болатын еді ғой бізге. Болатын еді ғой. Тонометрді бір адам білеміз ғой. айтпады тонометр. Тонометрге фанидоскоп араласып кетті. Кім бәрін құртқан сонда фанидоскопты? Сен құртқан, дұрыс па? Сен фанидоскопты шығардың құлаққа тағып бүйт не алатын. Шығардың фанидоскоп дедің бәрін құрттың. Жоқ, дұрыс қой, бәріміз біліп отырық қой, сол бірақ атын білмей. Тонометр деген ол не қылатын емес, тонометр деген кәдімгі ана бүйтіп қалған бүйтіп. Дұрыс қой, тонометр деген. Ол бәрі бірге ғой ол. Енді анау да бәрі бірге қосады. Бәрі біргеміз ғой, фанидоскоп бесе мысалға. Онда давление өлшеген кезде қосады ғой, омен де не қанды есептейді ғой, ана бүйтіп бар түскен кезде сен білесің ба? Сен мынау 80-ге 120 дегенді сол құлақпен естиді. Ой, сен енді ана құлаққа тығып мысалға арқасынан бүйтіп өлшейтін ол фанидоскоп, ол басқа ол давлениеге қатысы жоқ нәрсе ғой, басқа. Ана оны действительно ол соны. Басым ауырғанда әйелім айтады ғой тонометр. Енді соны айтпайсың ба? Енді сен де тонометр деп айтпайсың, мен фанидоскоп деп отырмын. Сен оны тонометр ғой деп айтпайсың. Ой, сен қателестіріп отырсың ғой, сен бәрін. Сен қателестіріп естімейміз ғой оны. Шығасың ба? Жоқ, сен қателестіріп отырсың да адамды. Фанидоскоп деп уверенно фанидоскоп. Мен мына яқты фанидоскоп дедім. И то бұлар фанидоскоп, ана валидоскоп, ана канидоскоп. Тонометрді не деп түсінесің? Не деп түсіндіреді ал? Жоқ, маған көрсетпедің ғой, мен білетінем ғой тонометрді. Бірақ бір ақылгөй қақтан жинап. Өзіміз шатастық болды. алты сұрақтан да кеттік. Енді ол мысалы тонометр мынаған қатысы да жоқ та, мынадан кеттім да мен. Биткеннен кейін барып, все, ол сол құрылғын айтып. Вич, қарашы, тонометрді бәріміз білеміз да, бірақ соның ойға түспей тұр да, бәрін фанидоскоп, бәріміз наған ойлап кеттік біз негізі. Жоқ, мен білмедім да. Жігіттер, мен уақыт үнемдейік. Уақыт бізде 6 сұрақтың 2-іне жауап бере алмадық, 4-іне жауап бердік, иә? Соңғы 7-ші сұрақ. Осы 7-ші сұрақты бірдеңе дұрыс жауап берейік. 7-ші сұрақты алайық бірдеңе. Ал кеттік. Біз 7-ші сұраққа көшеміз. Ит. Түлкі. Түлкі. Досрочно ответ. Енді көрейік. Жауабын Жазамыз, дұрыс талқыламай. айтсаң болды ғой, главное сен Нұрсұлтан. Біз саған сендік енді. Усейн Болттың несі деді сұрақ. Ай, қайда Ал. Суретін саған жоқ шығарсың бұл жол? Салып қойдым обязательно. Уже сап қойдың ба? Бұл ана не ғой? Әріптен қате кетеді да, ана суретпен дәлелдеп. Давай, осы жол сұрақты оқыш. Сұрақты Сұрақты оқыш, көрейік. Бауырсақ
Qo'yandan qaçtı. Qasqirdan qaçtı. Ayudan qaçtı. So'nggi kiyikker. Ay barakat. Bo'ldimi? Bo'ldi. Turishar a? Javobi. O'qsin. Boshqa T degan harf chiqsa bo'ldi jar endi. dinozavr deb turgan yo'qmi? Tovuq emish. Так, bizda qancha podkast unda? Mutfilm ko'rgan bo'lding. Иә. Жігіттер, Нұрсұлтан, молодец саған үлкен респект, рахмет. Біз 7 сұрақтың 5-еуіне, яғни бізде қазір 5 минут бар и 500 мың теңге бар. 500 мың теңге. Мынау қазіргі таңда рекорд болып тұр. Рекорд. Енді қазір супер ойын. Ода бұл бөлек 500 мың теңге. Қазір супер ойын болады. Енді біз саған түсіндіреміз. Нұрсұлтан. Жаңағыдай ма? Енді бізде 4 минут. Кием ба, мынаны кимеймін ба? Киесің. Бәріміз киеміз. Қара, басында дұрыстап сөз, бәріміз наушник киеміз. 4 минут, бізде 5 минут. 5 минут. Артқа қарай отчет кете береді. Тоқтамайды ол уақыт. Біз төртеуміз бір сұрақтан қойып саған түсіндіруіміз керек. Сен түсінген кезде әртүрлі жауаптар айта бересің. Қасқыр, түлкі, бірдеңе, шірдеңе деп сен дұрыс жауапты бір түскен кезде өзі жасыл свет жанады. Егер де біз төртеумізде қойып сен 4 сұраққа дұрыс жауап берсең, онда 500 мың теңге жаңағы түсіміз бар. 500 мың теңге супер ойыннан 1 миллион теңге біздікі болады. Ал егер де үшеуміз дұрыс жауап беріп, біреуіміз дұрыс жауап бермесең, онда бәрі кетеді. Ана 500 мың да кетеді. Мына 500 мың да кетеді да бізден жақсылап таяқ жейсің. 4 сұрақ қойылады ғой. Енді былай Нұрсұлтан тоқтама. Бастысы кім тоқтамайды. бірінші түсіндіреді сұрақты? Мен түсіндірейін. Бізде 5 минут уақыт бар. Мейлінше дұрыс пайдаланайық уақытты. Бұл жерде біз қандай сұрақ бар екенін біз де білмейміз, келген қонақ та білмейді. Бірақ десек те бұл жерде біздің ұйымдастырушылардың айтуы бойынша 50-де 50. Жеңіл сұрақтар да бар, қиын сұрақтар да бар. Меніңше енді абайлайық, жеңіл сұрақтар. 5 минутта енді 4 сұрақ табатын шығар. Енді дұрыс түсіндіруге тырысайық. Егер де бүйтіп түсінсек, біз де уже түсіндіруге тырысайық та, абай жақсы түсіндіреді. Дұрыс жауап айтсам, Жасыл жана. Әртүрлі сөздер айта бер. Жігіттер, бізді қазір шыны керек 1 миллион теңгеге біз бір-ақ қадам қап тұрмыз да. Оны ұту, ұтпау ол бізге байланысты. Нұрсұлтан, саған байланысты, ол бізге байланысты. Бесеумізге байланысты. Біз басында айттық, бұл ойын командалық ойын. Біз Құдай қаласа міне супер ойын, 500 мың қоржында, тағы да 500 мың күтіп тұр, ұтсақ 1 миллион. Достар, супер ойын Нұрсұлтанмен бірге басталды. Кеттік. Так, мультфильм. Шрек. Досы кім? Ешек. Досы. Ешек. Шректің досы ешек. Ешек. Досы. Айта бер. Сәке. Біреу. Жыл. Бір ғасыр. Не, бір, не? 100 жыл. Бір ғасыр. Жылма, жыл, Бір ғасыр. 100 жыл. Бір ғасыр. 100 жыл. Ең алғашқы криптовалюта. Ё-май. Ең алғашқы ақша. Ақша. Ең алғашқы криптовалюта. Ең алғашқы криптовалюта. Валюта, не еді валюта? Криптовалюта. Ең алғашқы криптовалюта. Теңге. Валюта. Ең алғашқы криптовалюта. Криптовалюта. Пункт обмен валют. Ең алғашқы Валюта айырбастау. Криптовалюта. Нұрсұлтан, айта берсейші. Оборот. Нұрсұлтан, айта бер. Криптовалюта. Оборот. Айта бер, тоқтама, айта бер. 5 сауат беремін. Айта бер. Криптовалюта. Ең алғашқы. Криптовалюта.
Мына қанат білмей тұр, мына қанат жауабын білмейді. Ең алғашқы Білмейді жауабын. Қара. криптовалюта. Оқшыны жөндеп сұрақ қой. Ең алғашқы Алдында бір криптовалюта. сөз бар. Криптовалюта. Гиппа. Криптовалюта. Гипка. Гипкий. Криптовалюта. 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 Ең алғашқы. Ең алғашқы. Р. К. Қандай басынан? Крипка валюта. Крипки валюта. Скрипка валюта. Криптовалюта. Кыма бас ама. Уақыт бар. Айтпай жатыр ма не? Криптовалюта. 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 Ең алғашқы. Криптовалюта. Аты қандай? Аты қандай? Ең алғашқы. Аты қандай? Криптовалюта. Аты қандай? Сен криптовалюта ма? Ақша айырбастау. Сен жауап білесің ба? Сен жауап білесің ба? Ең алғашқы криптовалюта. Білмеймін. Нұрсұлтан қара. Валюта. Алдында бір сөз бар. Криптовалюта. Грипка. Криптовалюта. Не айтсай? Жауап. Жауап. Ең алғашқы криптовалюта. Жауап. Ең алғашқы. Берсе, айта бер. Тоқтама, айта бер. Нұрсұлтан берсе бере бер. Айта бер. Криптовалюта. Рубль. Сұрақтай Криптовалюта. Ең алғашқы. Аты қандай? Аты қандай? Америка. Доллар. Америка. Не ол? Криптовалютаның ені қай ел деп жатыр ма? Не деп жатыр? Мен түсінбей жатырмын. Алтын, доллар. Криптовалюта. Сұрақты жөндеп айтшы. Сұрақ не? Рокфеллер. Ең алғашқы Айдалада. криптовалюта. Аты қандай? Аты. Аты ма оның аты? Криптовалютаның ені қай жақ деп жатыр ма? Не деп жатыр? Қазақша? Ең алғашқы. Қазақша ма? Түсіндірші сұрақты айтсайшы қандай? Сұрақ қандай? Сұрақты айтшы. Ең алғашқы. Қытай, Америкадағы валюта доллар. Криптовалюта қай елде? Ақша туралы ғой әңгіме. Доллар. Айта берші. Доллар, монета, алтын. Монета. Сен криптовалюта қай жақ? Швейцария. Ең алғашқы криптовалюта. Ақша. Криптовалюта. Ең алғашқы криптовалюта. Ең алғашқы. Криптовалюта. Алғашқы криптовалюта. Биткоин. Нет. Стоп. Уақыт бітіп қалды. Уақыт бітіп қалды. Үлгермедім. Міне. Жоқ, анау биткоин деген бәле болды, ол кәдімгі 4 минут сол алып қалды ме? Бәрі мынаны да білмейтіндік бәрібір. Көп оқисайшы. Не сұрақ? Бразилияның астанасы. Бразилия дей салатын еді қой. Оңай сұрақ қой. Оңай сұрақ. Бразилия. Футболдың отаны. Негізі ше жігіттер биткоинда қадалған жақ болды. Главный Ең алғашқы криптовалюта. Главный қателеспей отыр ғой. Сен бүйтіп Дұрыс таппай қалмадық, ә? Уақыт жетпей қалды просто. Уақыт жетпей қалғанда 5 минут. Өткенде біз Нұрболмен ойнаған кезде 2 минутта осы суперфинал жеңіп алғанбыз, супер ойын. 2 минутта. Былай жігіттер, мен абай сенің сұрағың қандай болды сол? Мен сұрағым Шректің досы. Ешек. Дұрыс па? Мына жақта ол жасыл жанды ғой, оны ашып не аламын. Ешек. Мен сұрағым 100 жыл. Ғасыр. Бір ғасыр. Міне ғасыр. Менікі ең алғашқы криптовалюта дейді. Бұл бәлені тілімнің ұшында тұруға айта алмай жатырмын ғой. Бәріміз білеміз, сұрағы қиын. Мына Бағанда негізі жаңа ерте қуанып қойды ғой. 5 минутта қалайша бізде бұнда болмаған, 5 минут бізде артық болмаған, дұрыс па? Медетпен ойнаған кезде қанша минут болды? Бізде 3 минут болды. Негізі оп-оңай сұрақ тілің ұшында тұрып қиын екен. Енді мынада енді
рекордный 5 минутта жаңағы қуаныштымыздар. Антирекорд болды. Құрметті достар, бүгін бізде қонақта болған Нұрсұлтан Үсен, біз әжептәуір басында қуанған едік, 5 минутымыз еншімізде еді, 1 миллион теңгеміз ұтқанда 1 миллион теңге болатын еді, бізде 500 мың теңге де күйді, алдыңғы ұтқан 500 мың теңге Мен де. өзімді миллионер сезініп отырмын жаңа ше. Бишара болды. Дегенмен де көңіл күйді түсірмек. Главное, қателеспедік. Келгенге үлкен-үлкен рахмет. Достар, біздің каналымызға жазылыңыздар, коммент қалдырыңыздар. Тіркеліңіздер. Келесі кездескенше Сау болайық. Сезон дегендерді кезе бола ма? Айқайлайықта келесі шығарымда кездескенше. 1, 2, 3. Айқайлай!